Мәссаған, штраф көлемі бойынша біз ТМД-да бірінші орында екенбіз. Ой, Бела! Бізде ең аз штраф 17 мыңнан басталса, Ресейде 3 мың, ал Беларусьте 5 мыңнан басталады екен. Мынау сұмдық қой. Бұл жағдайда депутат Ерлан Сайыров қаржылық репрессия деп бағалады. Шыныңда репрессия дерсін. Штраф көлемі бойынша Қазақстан ТМД елдерінің ең алдында тұр. Мысал үшінге, егер теңгеге шақсақ, Ресейде штраф 3000 теңгеден басталады, Белоруссияда штраф 5000 теңгеден басталады, ал Қазақстанда штраф 17 теңгеден басталады. Дегенмен эмоцияға берілмей тұра тұрайық, алдымен депутат рас айтты ма? Соны тексерейік. Бұл жерде екі мәселені бірдей қарастырамыз. Бірі штраф бойынша ТМД-да бірінші тұрмыз ба, екіншісі айыппұл соммасы. Соммасынан бастаса, Қазақстанда көлік жүргізушілерге ең минималды штраф 3 МРП, немесе 11.076 теңге болады. Яғни депутат тым әсірелеп жіберген сияқты. 3 МРП қандай жағдайда салынады десеңіздер, ақылы көлік тұрағын төлемеу, көлік құралдарының жүрісіне қасақана кедергі келтіру және жол белгілерімен немесе жолдың жүру бөлігіндегі таңбалармен көрсетілген талаптарды сақтамау кіреді. Ал штраф бойынша ТМД-да бірінші тұрмыз ба деген сұраққа жауап іздейтін болсақ, өкінішке орай, бірінші тұрмыз. Өзбекстанда минималды штраф 5954 теңгемен басталса, Қырғызстанда 4982, Тәжікстанда 2759, Беларусьте 2705, Әзірбайжанда 2602, Ресейде 2396, Молдовада 1545 болса, ең азы Арменияда 1140 теңге екен. Теңгемен шаққанда 26 сәуірдегі валюта бағамын алып қарастырдық. Ал бізде айыппұлмен қоса жол жүруге қатысты кейбір заңдарға да өзгеріс енгізіп жатыр. 6 мамырдан бастап бірнеше ереже өзгереді. Мысалы, бұрын сплошнойды қиған жүргізуші айыппұлмен құтылса, енді 6 айға дейін көлік жүргізу құқығынан айырылуы әбден мүмкін. Штраф неге сонша көп? Ережеде келісетін не келіспейтін тұстары бар ма? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеоны бөлісіп каналға тіркеліңіз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.